Сәлеметсіз бе әкім аға? Тағы да. Біз енді бүгін салауатты өмір салтын, яғни есірткісіз ел тақырыбын алдық. Жастарды жалпы өсіп келе жатқан біздің жастарымызды қалай жаңағыдай есірткіден, нашақорлықтан сақтауға болады, салауатты өмір салтына қалай оларға салауатты өмір салтына келу үшін қандай жұмыстар атқаруымыз керек деген тақырыпты бүгін алдық. Сізбен бірге осы Zoom-да өзіңіз көрдіңіз, әр өңірдің университеттерінен де бізде қатысушылар отыр. Енді өзіңіз медицина саласында болғаннан кейін сізді бүгін ерекше қостық, сіздің қосылуыңызда міндетті түрде қаладық. Енді сізден бір-екі ауыз сөз сұрасақ. Есірткіге қарсы деген мәселеде бұл жалпы бала неге ондай нәрселерге барады? Есірткі болсын, жаңа әдет болсын, басқа нәрсеге неге барады деген түбіне білетін болсаң, оның түбінде баланың бос уақыты немесе энергиясының толық жұмсалмауы. Мысалға, балалар байқасаңыздар, бақша кезінде гиперактивный болады. Олар шаршамайды. Сондықтан сол кезден балалардың барлығын біз тағдайда айтамыз, сол әр ата-ана болашақ ата-ана ретінде әр азамат өзі соны саналы түрде түсініп, соған жұмыс істеу керек. Балаларға бос уақыт қалдырмау керек. Көбінде біз осы нәрсені айтамыз, балаларға бос уақыт қалдырмау керек дейміз. Біз өзіміз баламыз спортсмен болса дейміз, боксер болса дейміз, немесе тағы бір дейміз. Біз өзіміздің қалауымыз бойынша бала жоқ. Керісінше заман өзгерді қазір. Баланың қалауымен бала қайда барады? Мүмкін мейлі 2 күн барып, ол спортқа бармай қойса, басқасын ауыстыра беріп баланың қалауымен жүруіміз керек. Біз енді заман өзгерді, шыны керек. Бұрын біз өзіміз тәрбиелегенде әке-шешеміз домбыраға барасың, күреске барасың, ауылда қандай қосымша бар, соған барасың. Одан қалған бос уақытында есіктарында отырмұртайсың деп, мысалға бос уақыт болған жағдай. Ал қазір заман өзгерді. Балаларға біз сен мынаған бар, сен мынаған істе деп айтсам, иә, істеуі мүмкін, қиналып, бірақ ол осындай нәрселердің өзі жаңағыдай басқа нәрселер кетіп қалып жаңағы есірткі болсын, басқа жаққа өз қалауын білмей өскен бала, ол соны жүзеге асыра алмаған бала түрлі бағыттарға кетіп қалуға қауіптілік жоғары болады. Сондықтан баланы біз енді қазірден бұрын айтады дедік, мысалға шөл жастан асқаннан кейін баланы сен досың көр дейтін. Ал қазір өзгерді. Балалар ерте есейеді. Ақпараттық технологияның дамуына байланысты мысалға балалардың ол биологиялық тұрғыдан да дәлелденіп жатыр. Балалардың гормоналдық өсуі ерте түрлі. Ол неден бала тез ақпарат көп келіп жатыр. Сол келіп жатқан ақпаратты фильтровать етіп, бала оны саралай алмайды, бірақ келіп жатыр, бәрін қабылдай береді. Сондықтан балалар жаңағы гормондық өсуі, жаңағы өмір кезеңінің мысалға неге байланысты, осы потокқа байланысты бізде қазір аурулар жасап кетті. Мысалға инфаркт деген мысалы бұрын 40-тан асқан кісілерде болатын болса, қазіргі таңда 20 жастағы балаларда да. Енді осы мәселені айта берсек көп, оның шығатын жолдары да бізде аз емес, айтуымыз керек. Мысалға урбанистикалық қазір бағыт өте қасында көп қалалық жатыр. Бұл жерде тағы жаңағы қалалық ген пландарын мысалы аса кішкене реттілеу, Алматы қаласын қарайтын болсаңыз, ген қаласында өте үйлер қазір көп қарқынды салынып жатыр. Сол үйлер жанында спорт алаңшалары өте аз балаларға. Одан қалса таяу жүргінші жерлері аз. Осы нәрселердің барлығы ол жаңағы салауатты өмір салтын ұстануға белгілі бір дәрежеде кедергісін келтіріп жатыр. Бірақ сондай болып кетті екен демей, соған қарамай, бірақ есебін табам, амалын табам дейтін адамдардың барлығына әр уақытта шығатын жолда бәрі айтылады іздеген адамдар. Сондықтан болашағымыз үшін
жастың басында әңгіменің басында айтып кеттік, біз қазақ еш уақытта өзің үшін өмір сүрмеген, болашақ үшін өмір сүрген. Сондықтан ол қыздарымызды балаларымыздың барлық дұрыс жолмен ешкімден бастап, дені сау болсын деген болсақ, баланы қазірден баланың ойымен ақылдасу керек, ойымен санасу керек, баланың қабылын сақтау керек. Сондықтан қазірден әрекетке көшу керек.